Al ballar, ben zorunda Sәлеметте отырайық. Жаратылыстану сабағы сабағымызда бастамақшы психологиялық дайындық сабағы. Осы орнымыздан тұрамызда тақырыптарды сөйледі. Оқшайды. Жақсы отырады. Яғни сабағымызды бүгін біз жақсы көңіл-күймен бастауымыз керек. Енді осы аптаның, ақпан, осы апта қандай ай? Ақпан айының дәйек сөзі қандай еді? Жаңашылдық, заман талабы. Ал төртінші аптаның осының Жаңашылдық, заман талабы. Оны қалай түсінесіңдер? Қол көтеріп айтамыз, айта ғой. Біз жаңашылдық сияқты, жасампаздық сияқты болуымыз керек. Яғни заман талабына сай әрқашанда не болуымыз керек екен? Жаңашыл өмір сүруіміз қажет екен. Жақсы, енді біз өткен сабақты қайталап алу үшін сендерге мен сұрақтар қоямын, сол сұрақтарға қол көтеріп отырып жауап береміз, жарай ма? Кім оқимын дейді? Оқыда қайсы сұрақ екен айтып қойған? Қандай бөлмеде дыбыс жаңғырады? Былайынан сұрақ қой. Қандай бөлмеде? Бос бөлмеде. Қандай бөлмеде балалар? Бос бөлмеде. Дұрыс па? Көрейін. Жақсы. Келесі сұрақты отыра ғой, жақсы. Келесі сұрақты кім оқып беремін дейді? Келе ғой. Келе ғой. Дыбыстың қатуын қалай бәсеңдетуге болады? Қалай? Бәр сұрақ қой. Материалын қолдану. Дұрыс айтасың. Дыбыс, жұтқыз материалдарды қолдану керек. Дұрыс па екен тексеріп көрейік, балалар? Дұрыс па? Дұрыс екен. Жақсы отырайық. Келесі сұрақ. Орнымызда тұрып оқи берейік, балалар. Оқи бере қойшы. Дыбыстың жылу қауыздай жерлерге пайдаланады. Жылу қандай жерде пайдаланады? Адам көп жүретін жерлерде, құрылыс, дыбыс жазатын орындарда. Жақсы. Ал тексеріп көрейік. Дұрыс па? Дұрыс екен, Келесі сұрақ. Кім оқимын дейді? Қыздар мына қатысамыз, ал оқи ғой. Жаңғырық адамға естілмейтін қандай дыбыс шығарады? Қандай дыбыс? Ультрадыбыс шығарады. Ультрадыбыс шығарады, Ал көрейік. Келесі сұрақ. Қыздар қатысамыз сабаққа, ал оқи ғой. Неліктен дауысымыз аудио жазбада өзгеше естіледі? Өйткені біз даусымызды жай естиміз. Жай естиміз ба? Жоқ. Сен жай естиміз дедің, Ал басқалар қалай тұтылсын? Өйткені біз даусымызды ауа арқылы естиміз. Өйткені біз даусымызды қалай естиміз? Ауа арқылы естиді екенбіз. Міне. Жақсы. Тағы да кім оқимын дейді? Қарақат оқи ғой. Дыбыстың шағылуынан пайда болатын дыбыс қалай аталады? Жаңғырық. Дұрыс айтасың. Қалай аталады? Жаңғырық деп аталады. Жақсы. Жаңағы бізге берген сұрақтың ішінде бір сұраққа жауап бере алмай қалды. Яғни сол сабақта сен сабақта болмай қаласың. Сондықтан да білмей қалдың. Келесі жолы есіңде болсын. Жарай ма? Жақсы. Енді келесі. Маған үш оқушы келесі. Келе ғой. Келе ғой. Келе, мына жерге тұр. Нараға тұр мұнда. Үшеуі тұр. Мен қазір сендерге шар берейін. Шар ұста. Енді осы шарды үстіне екі
ес. Бәрі алмай. Ал, бір-біріне тигіз көрші шамды. Жақындай ма? Не істеп тұр? Шам не істеп тұр? Қашып тұр бір-біріне, алыстап тұр. Ал енді екеуің бір-біріне тигіз көрші. Тоже сенікі де қашып тұр. Ал сен екеуің. Екеуің керісінше не істеді? Не істеді? Тартылды ма, әлде не істеді? Бір-біріне жақындады ма, алыстады ма? Екеуінің шамаларын бірге жақындады. Не істеді деп ойлайсың? Екеуінің күшіне пайда болды. Иә, екеуінің күшіне. Ал сен неге сен не себепті сенің шарың, кімнің шарына? Кім еді атын? Иә, саған қарағанда не істеді? Алыстады. Алыстады неге? Өйткені себебі қарасаң, сен басқа да киім көресің. Ал екеуінің киімдерін бірдей болғандықтан, сендер бірдей заттарға үйгергендіктен сендер шамаларын не істеді? Бір-біріне қарай жақындап тартылды. Ал енді екеуінің киімінің екі түрі болғандықтан, екеуінің киімін не істеді? Екі жаққа қарай алыстады, тебілді. Жақсы. Ал отыра қойыңдар. Тоқтап па? Отыра қойыңдар. Енді балалар, біздің мына біз шарды көріп алдың қараймыз. Иә, шарды қарадық, көрдік. Біздің енді бүгін не туралы өтеміз деп ойлайсың? Электроскоп. Ал біздің мақсатымыз қандай деп ойлайсың? Не туралы? Шар туралы ма? Тағы да не туралы? Электроскопты Біз күші туралы, тағы да не туралы? Не туралы болады деп ойлайсың? Не туралы? Электрлену. Бүгінгі біздің сабағымыздың өтетін сабағымыз, яғни электрлену туралы. Бүгінгі біздің мақсатымыз осы электрлену туралы білеміз. Сабақтың соңында осы электрленудің қандай түрлері, қандай заттар бір-біріне электрленеді, соның барлығын ұғатын боламыз. Түсінді ма? Жақсы. Яғни біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы электроскоп не үшін қажет деген тақырыпты біз өтеді екенбіз. Мына кітаптың өзін қарасаңдар, мына жерде қызық құбылыс дейді. Міне қарасаңдар, неге ойланып тұр? Неліктен кейбір шарлар бір-біріне тартылады, кейбір шарлар бір-біріне не істейді дейді? Тебіледі. Жаңа ғана біз көрдік. Кейбір шарлар бір-біріне тартылды, кейбір шарлар бір-біріне не істеді? Тебілді. Ал кім айтып жүремін дейді жаңағы түсінгенімді? Кім айтып беремін дейді жаңағы шарлар туралы? Не түсіндің жаңағы? Айта ғой. Сіз басқа киім кисек, шарлар бізден алыс болады. Жарайды, ал тағы да кім толықтырам дейді? Ал айтады. Себеп? Екі адамның киімі бірдей болса, бір адамның киімі басқандай болса, онда яғни бірдей затқа не істейтін болса, үйкелетін болса, не істейді шарлар бір-біріне? Жақындайды екен. Ал керісінше екі түрлі нәрсе болатын болса, не істейді? Алыстайды екен. Яғни тебіледі, одан кейін тартылады екен. Енді бүгін сен сабақта заряд дегенді өтеміз. Зарядтың оң және теріс болатынын білесің. Түрлі материалдар өткізгіштің қалай зерттеуді білетін боласың. Қазір мен оқуды ашылайын. Сол оқуды бойынша қазір біз жұмыс істейміз. Оқулығымыздың біздің нешінші бетінде тұр? 20-шы бетінде тұр, жақсы. Енді қарасақ, не тұр? Электрлену деген сөз. Міне, мына қызды қараңдаршы, қыздың шашын қарасаңдар, не істетті? Біз шашымызды жуған кезде, шашымыз кішкене көтеріліп береді. Ол не істейді? Үйкеліс күшіне не істейді? Электрленеді. Ақырын көрші ме?
Енді бері қарап тыңдаймыз. Электрлену денені басқа денені өзіне тартатын қасиетке ие болу құбылысы. Электрлену қай кезде пайда болады? Жаңа айттыңыз. Электрлену үйкелу, жанасу кезінде жүреді екен. Не кезінде? Үйкелу кезінде, содан кейін жанасу кезінде. Үйкелу арқылы денені электрлендіруге болады екен. Енді мына құрылғыны қараңдар. Сіздерге мына құрылғыны көрсетейін. Көріне ма бәрілерге? Иә. Міне, мынаны сендер жоғары классқа барғанда өтесіңдер. Жарай ма? Енді қараңдар. Мына жерде мен қазір мына нәрсені жүргіземін. Қараңдар. Қазір бір-біріне ешқандай да әсер етіп тұрған жоқ міне. Иә? Ал енді қазір қараңдар. Қазір қайтадан. Көрдіңдер ма? Иә. Не істеді? Тоқ пайда болды. Не себепті тоқ пайда болды жерде? Үйкеліс күшінен мынада не пайда болды? Тоқ пайда болды. Көрдіңдер ма? Міне. Ұқтық қой? Жақсы. Енді балалар, мына оқулықты қарай, оқулығымызға қарай. Міне. Ал кім оқып жүрген дейді осы жерде? Бірінші жолынан бастап оқып жүрген. Айда ғой. Жақсы. Неше түрі болады? Электр зарядының неше түрі болады екен? Екі түрі болады екен. Арқарай оқып жүре ғой. Екі түрі болады. Олардың оң заряд және теріс заряд деп атайды. Жақсы. Қандай деп аталады екен? Теріс заряд және теріс заряд деп аталады екен. Міне. Арқарай кеттік. Міне. Арқарай оқып қой. Шарты түрінде 10 заряды плюс тересі заряды минус табынысы белгілейді. Иә, міне. Плюсты немен белгілейді екен? Плюс болатын болса, ол не болады екен? 10 болады екен. Ал минус болатын болса, ол теріс таңбасы болады. Теріс зарядын біз немен белгілейді екенбіз? Минус белгілейді екенбіз. Ары қарай оқып жүреді. Қатысамыз басқа балалар? Иә, айта ғой. Зарядтар бірдей болса, артта зарядтар дейді. Жақсы, қандай зарядтар? Артта зарядтар. Қандай зарядтар деп аталады екен? Артта зарядтар деп аталады екен. Ары қарай. Олар бір-біріне тигізеді. Иә, артта зарядтар бір-біріне не істейді екен? Тигізеді екен. Жақсы, ары қарай оқи ғой. Ал зарядтар әртүрлі болса, бір-біріне тартылады. Жақсы, не істейді? Бір-біріне бір-біріне тартылады екен. Ары қарай оқи ғой. Оқуым жоқ па не? Менде оқуым. Кейде сөйлегенге дененің зарядталғанын байқау мүмкін емес. Иә, дененің зарядталғанын не істеу мүмкін емес екен? Байқау мүмкін емес екен. Ары қарай оқып жүре ғой. Зарядтың бар не жоқ екенін электроскоп деген құралмен анықтауға болады. Жақсы, қандай құралмен? Электроскоп деген құралмен байқауға болады екен. Міне, мына сендер жоғары классқа барғанда балалар, осы туралы өте боласың. Қазір мынау бар міне, мынау өлшейтін құралы. Енді мынаны біз мынау электроскоп. Иә, осының ішінде міне қазір заряд бар жоқ екенін тексеріп көруге болады екен. Ол үшін бізге қалам керек. Біреу қалам бере тұршы. Біреудің шашына үйкейгенбіз, ақырын ғана үйкейгенбіз, ренжіне бірақ. Иә, осы зарядтың бар жоғын көреміз. Басқаларында үйкесін болады, осы қадап тұрғанда. Үйкендер кез.
Külçeni қараңдаршы міне. Аяғымнан қозғалмай қалды. Істемей қалды ма расы? Болмаса шармен де көргін, бәк шармен. Қозғалды ма? Қозғалды, иә? Әлі. Мынаған тигізбе, бірақ та тағы да. Міне шашына бүйтіп алып, міне бүйтіп алып көрсек. Міне, тілше не істерді? Қозғалды кетті. Көріне ма? Бұл жерден біз жаңағы шардың электр кезеңгенін көреміз. Содан кейін ненің электрленгенін көріп отырмыз? Тағы да ненің электрленгенін көріп отырмыз? Қаламның электрленгенін біз көріп отырмыз. Түсінікті ма? Енді бізге былай. Қазір біз балалар. Мынандай тәжірибе жасап көрейік. Жаңа сендерге айттым. Мынау жаңағы жоғары басқарған өтесіңдер. Енді бізге бүгін оқулықта мынандай нәрсе жасау керек. Қараңдар. Модель жасадық. Осы модельді қазір жасайсың. Қара. Электроскоптың моделін өзіңнің қолыңмен жасайсың қазір. Қажет заттар қазір мысалы шыны ыдыс берем. Жұқалтыр берем. Міне фольга дейміз. Мынаны берем. Сосын кейін фольга, қақпағы бар мынаның. Содан кейін сым берем. Осыған қарап отырып, міне мынау сияқтылығы сен қазір немен жасау керексің? Электроскоп жасап шығу керексің. Жарай ма? Әр топқа әр түрін тапсырма бересіз. Жарай ма бала? Міне, мынау сендерге ұзат. Мына тура оқулықтар сен жасайсың. Жарай ма? Шыны ыдысы. Ал енді келесі сендерге қазір мен мынандай нәрсе беремін. Мына екінші топқа. Мынандай үлкен неме беремін. Мына қияс. Мынандай нәрсе беремін балалар. Мынаны қиып отырып, мынаны қиып отырамыз да қараймыз. Мынаны қиямыз, ұсақ жіңішке қиып аламыз. Міне. Бұл жерден бастап ұзын отырып, тез 5-6 қайшымды алдап қиды, одан кейін мынаны былай сүртіп отырып, электрлерді құбылысын жасаймыз. Жарай ма? Мә, тезірек. Тез ме? Қия бер, тез. Қия бер. Ал сендерге тапсырма. Сендерге тапсырма. Қыздар. Мына заттан қандай мынау? Жаңағы менен өткізетін неге? Мынау тоқтың бар екені, жоқ екені тексеретін құрал. Ол үшін қазір мен сендерге мынандай нәрсе беремін. Соны зерттейсіңдер. Міне, батарея берем. Мынандай қасық берем. Содан кейін сендерге қайшы берем, мынаны берем. Тарап берем. Сосын мен өзім сынғанды да берем қазір. Алтын мынау көріне ма? Осы арқылы зерттейсіңдер қазір. Міне, мынау электр өткізе ма, өткізбей ма, мынаны өздерің ойланыңдар. Мен айтпайым. Ұқтыңдар ма? Мынаны тегізу арқылы былай тексеруге болады. Мынау бір жағы оң плюс дейді, бір жағы минус дейді. Қазір мынау бір батареялар істемейді, кейбір істейді. Қазір көрейік. Жасылма көп болса істейді. Менде қайшы бар енді ет ойырды. Жағып көре бердіш өзі қыздар. Жасай берді. Мен саған жолқамыз бірақ. Мына жерде жану керек.
жарай ма? Көріңдер. Минусына жаңағы. О, көрдіңдер ма? Не істеді? Жанды. Қазір біраздан айтасыздар. Не себепті жанды? Мына қасықпен тексеріп көріңдер. Бұл темір, мынау тарақ, пластмасса, осымен тексеріп көріңдер. Мынау сызғыш, онымен тексеріп көріңдер. Сырғамен тексеріп көріңдер. Жарай ма? Өздері тексересіңдер. Қалай екен ойлаңдар. Сендер қалай тексересіңдер? Қиында, қыздарына. Кімде қайшы бар, балалар? Қайшы бар ма? Еш қайшы бар. Әне, ол жерде тұрма. Лайнада. Жасадың сан ба сендер? Қалай жасалады екен? Не, кітапқа қарап отыр. Көрдің бе кітапта қалай жасайды? Мына жерге дейін дақтаса қиындар, е? Тез қарап отырма да сендер қиындар. Мына жерге дейін әкетпейді, мынаға дейін әкетпейді. Бәрін асықтар қиындар. Ал енді мынамен тексеріп көр, қарашы. Міне мынау метр тұр, е, жанып тұр, е. Енді қара, мынау өткізді. Көрді ма? Енді қара, мынау қандай нәрсе? Сызғыш ол ағаш, е. Ағаш осы тоқты өткізе ме, өткізбей ме? Қара. Өткізе ме? Өткізбейді. Көрдің бе? Ал енді келесі нәрсені қараңдар. Мынау өткізе ма, өткізбей ма? Сырға, мынау алтын сырға, е? Мына сырға өткізе ма, өткізбей ма? Соны бәрі тексеріп көресің. Содан біраздан өздерің айтасыңдар осы туралы. Жарай ма? Ал енді балалар бағана бұл жылдамдатамыз. Енді мына кітапты қарап отырсың ба? Кітаптағы сияқты жасайсың. Жасай бала, жасай бер. Сендер маған қосақ кемасыңдар, кеме бар балалар.
қоймайды. Балалар сендер бірдемесін дұрыс. Міне қозғалып тұр ғой. Міне қозғалмайтын дер қой. Міне көрдіңдер ма? Не істеді? Қозғалды. Көрдіңдер ма? Қазір енді ана балаларға түсініп бересіңдер. Жарай ма? Не себеп екенін айтып бересіңдер. Жақсы болдық қой балалар, ал енді бәріміз болдық па? Не себепті бұл нені қолдандыңдар? Жарай ма? Ал балалар болдық қой? Жақсы. Ал бірінші топ сендерден не жасадыңдар? Кел балалар мына жаққа қорғандарсың, айтып көрсетіңдер. Не істедіңдер? Мына басқа балалар көрсін. Бәрін келе қойды. Бір-екі ақарала келсінші, бір-екі ақарала. Енді қара, мынаға қой. Ал, мынау не нәрсе? Қараңдар, қыздар қараңдар, не нәрсе екен, айтыңдар. Электроскопты немен жасадыңдар? Фольгамен, банкамен және қақпақпен жасадым. Оны не істедіңдер? Оны банканың қақпақтың кесіп, одан сымды өткіздік. Және оның үсті мен астына фольганы жабадық. Содан кейін, егер біз шарды басымызға үйкеп күші пайда болып, біз оны сол фольгаға ертіп қозғалады. Үйкеліс күші пайда болды. Не пайда болды? Үйкеліс күші. Үйкеліс күшінен электрлену пайда болды. Пайда болған қоқтыңдар. Бұғылады балалар. Міне, біз бағана мынаумен көрсеткен болғанбыз. Электроскоп деп. Оны және жоғарғы ақпараны оқисыңдар. Осы электроскопты біз не істедік? Қолдан жасауға болады екен. Біздің оқуымызда да берілді. Осы модельді бізге не істеледі? Жаса деп берген болады. Және жақсы ұлдар, отыра қойыңдар. Мына жерге тапсырмаға жауап берген балалар өздеріне 2 балды қосып алыңдар. Алдыларында бағалау парағы тұр. Сол бағалау парағына және сұраққа жауап беріп отырған балалар бағалау парағын қосасыңдар. Ал енді Қанша болады? сендердікі кім шығып айтамыз? Қалған ұлдар тыңдаймыз. Ұлдар тыңдаймыз. Келе ғой. Кім сөйлейді? Келе ғой. Енді өзің келе ғой. Мынау не нәрсе? Керек заттар айтшы, қандай заттардан жасалды? Мынау не? Салапанның қиықтары. Балалар қараңдар. Мына салапанның қиықтарынан да электрленуді көруге болады екен. Ол үшін не істеді? Салапанның қиықтарын не істедіңдер? Ұсақ қылып қиып алыңдар. Ұсақ қылып қиып алғаннан кейін арғай не істейсіңдер? Сүртеміз, енді біреу қолыңды көтер. Осы құбылысқа қараймыз балалар. Мынау бір қызық құбылыс. Ал енді осы электроленуді қайдан білесің, қалай білесің? Көрсетші, қалай істейсің? Не істейсің? Көтер қал. Не істеді? Үйкеліс күші пайда болды. Үйкеліс күшінен және салапандарды қараңдаршы, міне. Пайда болды. Үйкеліс күшінен электролену пайда болды. Яғни салапанның қиықтары арқылы да көруге болады екен. Мәстап көресіңдер ма қыздар? Ол үшін мына жеңдерді білесіңдер. Түсіреді жеңдерді. Жақсы олдар өздеріне жаңағы 2 балды қосып алыңдар. Міне.
Жақсы. Көріне ма? Ал енді мына қолданы көрсек. Қолдар сендерге көріне. Қолдарында. Кір андарына. Жақсы. Кір. Тез. Бәріміз көреміз, көреміз. Электрленің күші қалай пайда болғанын көреміз. Ал, тез. Ал, кеп. Міне. Жақсы. Жақсы отыра ғой. Ал енді балалар үшінші топ айтсасын, одан кейін барып серпін сәтті жасайды. Ал енді қыздардың, үшінші топтың қыздарының жаңағы бізге не затты зерттеді, көрсетейік, қараймыз. Сендерге керек заттар нелер керек болды, айтыңдар. Мынау не үшін жасап отырсыңдар? Сендерге керек заттар, қандай заттар керек? Айтамыз. Бізге алтын керек, және пластмасса керек, және темір керек, және ағаш керек. Мысалы, біз алтынды қойып, бірінші дүниемен тексеріп көр. Өзін тексеріп көр. Свет жанат, қараңдар, міне балалар. Жаңағы мынаның оң заряды болады, содан кейін сол заряд. Плюс және минус дейді. Міне қарасыңдар, мынау батарея жарық керек. Көрдіңдер ме? Шам жарық тұр. Осы шам қалай екенін тексереді. Қандай заттар тоқты өткізетінін ары қарай. Ал, көреміз. Алтынды байқаңдар. Алтынға қойып едік, шам жанды ма? Шам жанды. Яғни алтын нені өткізеді? Электр тоғын өткізеді екен. Одан кейін мынаны көре қойды. Тез. Міне, шам не істеді балалар? Жанған жоқ. Неге жанған жоқ? Жанды, міне. Жанды, көрдіңдер ма? Яғни, мына темірде өткізеді екен. Енді нені көреміз? Ағашты көрейік. Шам жанған жоқ. Яғни, бұл жерде не айтуға болады? Ағаш электр тоғын өткізбейді екен. Тағы да пластмасса тексеріп көріңдер. Өткізе ма? Өткізбейді. Яғни, бұдан қандай қорытынды шығаруға болады, балалар? Темір заттар тоқты өткізеді, алтын өткізеді екен. Яғни пластмасса заттар тоқты өткізбейді. Яғни біз жаңа тоқ көздерін өткен кезде әрқашанда сырты пластмассалы нәрселермен етеміз. Тоқ көздермен жұмыс істегенде жаңағы сақтық шараларын қолдануымыз қажет екен. Жақсы отыра қойыңдар. Балалар, жаңа сендерге мынандай тапсырма бердім, 3 топқа. Осы 3 топ тапсырманы орындап, жаңағы бірінші топ қағазын құрау керек болатын, сендер сөздер құрауларыңызсын, сендер жаңағы мәтін бойынша сөйлемдерді айтып берулеріңізсің. Қай топ бірінші айтам бері? Ал айта қой. Келді. Тез. Ал қалғандар біз тыңдап отырамыз. Басында сұрағын сұрақтыр. Сұрақтарға дұрыс жауап берейік. Мына жақта отыр. Шағамыз. Ал. Электр зарядының неше түрі болады? Электр зарядының екі түрі болады. Электр өткізгіш осы нешінші ғасырда пайда болады? 18-ші. Жақсы. Электроскоп не үшін қажет? Электрді өткізуі үшін. Грей заттардың электр тоғын өткізетін және өткізбейтін неше топқа бөлінеді? 2 топқа бөлінеді. Жақсы. Енді фазаларын қарай көріңізші. Қандай сурет шықты? Балаларға көрсетем тұдың. Жоғарғай көтер, тез жоғарғай көтерді. Көрсетіңдер, балаларға. Және отыра қойыңдар. Келесі, сендерде қандай нәрсе беріледі? Сөздер береді. Ал сөздер, қандай сөздер құрадыңдар? Пластмасс, заряд, ыдыс, электр, металл, стефан, фольга, электроскоп, грей. Жақсы.
Отыра қой, жарайды. Ал келесі сендер үшінші топ мәтінмен танысып шықтыңдар, осы мәтінді айтып бересіңдер. Кім келіп айтып береді? Кел. Екеуің келіп айтып береді. Жоқ. Кел ғой, сендер кес. Түсінгендер бір сөйлемді айтыңдар. Осы мәтіннен не түсінгендер? Айтамын. Электроэнергия екі топқа бөлінеді. Ол топқа жататын оң заряд және де сол теріс заряд. Содан кейін ағай. Тағы не қылып? Шамдың оң заряд плюс, ал сол теріс заряд болса минус. Жақсы, тағы. Теріс заряд минус. Егер теріс заряд минус болса онша Олар не істейді? Не істейді? Жаңағы айттық. Не істейді? бір-бірімен соғысады. Соғыса ма? Тартылады. Иә. Ал егер плюс болса онша бір-бірімен соғысады. Соғысатынымыз ба? Тиімлі. Зарядтар бірдей болса, оларды қандай зарядтар? Әр ақсас. Әр аттас зарядтар. Жарайды, отыра қойыңдар. Енді балалар, сабағымызға келіп байланыс жасап жүрейік. Бірінші рет түскен берген. Бізде жасыл түсті таңдаймыз, апарып қоясың. Сағат түсінікті болды деген сөз, жасыл таңдасаң. Түсінбеген жерім бар десең, сарын апарып қоясың. Сарыны қойсаң, онда сен түсінбеген жері бар екен білемін. Ал егер қызыл қойатын болса, онда мен сабақта түсінген жоқпын деген сөз. Білгім келеді деген сөз. Сондықтан да мына ішінен түсті таңдаған кезде қазір осыдан отырып жерге апарып саламыз кездірді. Яғни бүгін балалар сабақ барлықтан ұмытып алды, солай ма? Жақсы таңдады. Бүгінгі сабақты түсіндік қой? Жақсы түсіндік. Олай болатын болса, үйге барасың, үйге барып қайтадан осы 20-шы бетті есеппен маңызында келеміз. Сосын дәптермен жұмыс істейміз. Түсінді ғой? Сабаққа баға қойдым сендерге, мен де бүгін сендерге ризамын. Көп сендерге рахмет айтамын. Жарайды, жақсы жиналыңыз.